Короче, фильтрмен шықпасам болмайды деп тұр, түрім деген ужас болып жатыр. Душқа түсу керек, қазір надо привести себя в порядок. Неге жоққа кеттім? Потому что үй жинап жатырмын. Бексұлтан екеуміз ұрысқан жоқпыз. Бексұлтан тойға кетті құдалық басқаруға, кішігірім сол үшін құдалықтарға көбінесе Бексұлтан өзі барады ғой. Сонымен үйді реттестіріп жатырмын. Ертең бізде өте ответственно күн, өте көп жұмыстарымыз бар. Сол үшін я должна все успеть. Қазір душқа түсіп, еще надо привести себя в порядок. Сол кішігірім үйді реттестіріп қояйын деген түрім бар. Кештелетіп, қазір қыздармен жиналып жатыр. Қыздар дегенде Азым, Нурка, мамашалар тортымызды қазір жағып, бір екі қабат әйелді құттықтауға бараттық десем. Кім екен тауында? В общем, қолымызда осындай свет бар. Қазір потолок болайын деп тұр мына жерде. Туған күн болып жатыр ғой, туған күн. Бір керемет жанның туған күні бүгін. Бүйтіп мынаны адам бетіне түсірсең, жарық фото качество деген видео ұрықтар сияқты болады деп қоясың. Осындай қолданып жүріңдер көбіңе. Мынау примерно бір бағасы да арзан өзі, қатты қымбат емес. Мынау екен ғой, бәсе осы айуан екен ғой сонда ғана. Әйеліміздің туған күні. Бір әйелім туған күні ерекше құттықтайын деп едім, көп қойды ғой әйелдер. Сен мені құттықтамадың ғой сол үшін деп. Жатам, жүрсіңдерші үйге кірмейсіңдер ме? Біз кіріп сағат тырысып қалдық. Қойыңдар, қайтып барсыңдар ма не? Қайынсіңлімен мама келіпті үйге. Жігіттің свиданияға шақырып жатыр деп. Бәсе 12:30 болды, жігітім жоқ әлі құттықтамайды. Не болып кетті деп қоямын, сөйтсем. Білмеймін, құттықтайын деп жатыр, әйтеуір подъездің сыртына шығып келе жатырмық. Вау, дейміз де. Не деген құттықтау болайын деп тұр екен болды. Өзім деген таңғалып келе жатырмын. Қасымда мама бар. Инешкам сүйікті де сүйкімді. Мына жақта менің любимый қайынсіңлім. Не көзім көрмейді ғой менің. Жанып тұрғанды көрмейсің бе? Мәссаған. Қарата, бірдеңке тұр. Бірдеңке жанып жатыр. Оля. Жүгірейін деп келе жатырмын ғой, жүгірейін деп. Қарным қампайып құлап қалмасам болды. Мама, қалайсыңдар, ойбай. Барлығы құттықтап мені. Туған күнге келіп қалған жайы бар. Екі отбасымызда жиналып. Даже Назира теген гвардейскийден ас болсын бешбармақ жасап қойдық. Жүрегіміз екеміз осы жерде тұрмыз міне. Біз тұрып жүріп жей береміз. Стоя больше влезет деп. Ау? Қазір. Жей берсеңіздерші, қазір мен салып аламын мен. Ас болсын. Жей беріңіздер, біз жейміз. Сіздер дұрсаңыздар, біздің көңіліміз сол. Осылаймен жаңа қыздар келіп кетіп еді, қыздарға дастархан бешбармақ берейін деп едім, олар жоқ деп тұрып кетіп қалды, короче. Сонымен өзіміздің отбасымызбен, үлкен отбасымызбен отырмыз. Енді бұйырса келесі туған күндерімізді үлкен шаңырақта қарсы алу бұйырсын деп қояқшы, иә? Аумин, құдай қаласа. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік. Кеше енді сторисқа кіріп тұрып жоқ болып кеткенім бар. Себебі енді қаншама әңгімелер кетіп жатыр, анау-мынау. Бірақ араларыңызда көптеп жазып отқандар да бар, қолдап. Рахмет, көп ниеттеріңіз, тілектеріңіз қабыл болсын. Баршаңызға амандық тілеймін. Кештетіп бүгін ағайын бауырлармен жалпы футбол көруге, PlayStation ойнауға келіп отқан жайымыз бар. Муха, братан. Куршетский. Асеке, Жаке, Асылбек. Сен арнайы түсірем ғой мен. Осыны кім таниды мына жігітті? Естеріңде бар ма? Амансың ба, бауырым? Аман, өздері. Баяғыда көріп тұршы ек, қазір араласпай кетті бұлар. Тірі ма, білмейді жүреді ме, таптық е. Қандай ғой жігіттер? Реал фандар, ассалаумағалейкум. Барселона сила, Реал терпила. Ас болсын, ей! Барса жасасын, ей! Деп қоясын.